Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай корсетті көрсететін боламын. Сіздерге ұнаса каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Ең алдымен өлшем алудан бастаймыз. Кеуде айналымын өлшеп, полға осындай түзу параллельно болу керек. Одан кейін бел айналымын, бөксе айналымын. Одан кейін осы видеодағыдай екі иығымыздың ұзындығын арқасынан осылай өлшеп аламыз. Кейін высота проймы өлшейміз. Сызғышты қойып, өзіміздің қолтық ойындымыздың ұзындығын өлшеп аламыз. Одан кейін длина талии переда, талияға дейінгі иықтың мойын екеуін түйіскен нүктесінен өлшеп аламыз. Енді біз сол өлшемдерімізден выкройка жасаймыз. Вертикально осындай түзу сызық сызып аламыз. Бізде длина талии переда мен длина талии спины, арқамыз бен алдыңғы бөлігіміздің кішкене разницасы болады. Алдыңғы бөлігі арқамыздан ұзынырақ әйел адамдарда көкірегі болған үшін. Қазір менде длина талии спины 38 см сызып алдым. Одан кейін горизонтально сызық, ол біздің кеуде айналымыздың жартысы. Яғни біздің кеуде айналымыз 88 болса, 44 см етіп сызып, осылай тіктөртбұрыш етіп сызып сетка жасап алдым. Сол 44 сантиметрді екіге бөлеміз. 22 ортасынан түзу сызық, сол 22 сантиметр. Алдыңғы артқы бөлік деп бөлінді. Енді оң бөлігіне менде алдыңғы бөлігі болады. Бағанағы иық сызығымыз арқамыздан өлшеген бізде 38 сантиметр болды. Соны екіге бөліп, міне оңнан солға, солдан оңға қарай осылай 19 сантиметрден белгілеп алып астыға түсіреміз. Бұл бізде жаңағы высота проймымыз бізде 20 сантиметр болса, 20 сантиметрді белгілеп сол жерге дейін түсіріп аламыз. Ол біздің проймамыз. Одан кейін қазір біз длина талии переда 2 сантиметрдей төбеге көтерілді. Сол жерден бізде центр груди, например, стандарт бойынша 9-10 сантиметр, 9-10 сантиметрді белгілеп, сол точкадан высота грудиді түсіреміз мойын бөлігінен. Менде 27 сантиметр, 27 сантиметрді белгіледім. Енді алдыңғы бөлік, артқы бөлікті де дәл солай спина бөлігіне 10 сантиметр ортасынан қойып, 2 сантиметр астыға түсіп, артқы бөлігінен общий выточкамыз 3 сантиметр болса, 1,5-1,5-нан белгілеп, осылай выточка жасап аламыз. Ал шеткі бөлігінде 4 сантиметр, 2 сантиметрден бөліп, 4 сантиметр выточка жасап жатырмыз. Алдыңғы бөлігінде де дәл солай. Бізде высота груди точка басталған түскен жері, байқасаңыздар, высота проймыдан тағы да асты жағында бұл біздің көкірегіміздің ең шығыңқы бөлігі болып саналады. Енді менде корсетті сызу, формасын сызу болып жатыр. Бұл бізде корсет болғандықтан ешқандай свободаға ешнәрсе қоспаймыз. Алдыңғы бөлігінде қарасаңыздар, корсетті кішкене формасын жасап жатырмын. Сол выточканың орны қозғалады. Общий выточканың размері 3 сантиметр. Соны ары қарай қолға қозғалтқандықтан 3 сантиметр етіп белгілеп, солай выточкамызды тоже формасын өзгертіп аламыз. Енді осыларды қайшымен қиып, қазір матаға түсіріп, кесіп шығатын боламыз. Мен корсетті шторный велюр матасынан тіктім. Қарасаңыздар, қазір матамызды екі бүкте, біз гип бүктелген жағына біздің основной алдыңғы бөлігін қойып, қазір тігіске 1 сантиметрдей қалдырып, қиып шығатын боламын. Велюр маталарында ворс бір направлениеда болу керек. Меніңкі үстіне қарап тұр. Барлық выкройка бөліктерін осылай үстіне қаратып қиып шығатын боламын. Осы алдыңғы бөлігі бір деталь ғана болады, басқалары 2-2 детальдан. Одан кейін подкладкамызды да дәл солай қиып шығатын боламын. Корсеттің основной детальдары мен подклад детальдары бәрі кесілді. Келесі кезек мен осы корсетке қатты форма беру үшін өзімнің тақияда қолданған дублериннің ең қатты түрін жабыстырып шығамын. Дублериннің ең қатты түрімен тіктеп шықтым әр детальды. Сондықтан да менің детальдарым өте қатты болғандықтан мен ешқандай корсетке арналған арнайы китовый уыз, ригелин сияқты нәрселерді қолданбадым. Достаточно қатты болды менің корсетім. Келесіде тіккенімде жұмсақтау дублеринді қолданып, китовый уыз немесе ригелинмен тігіп көргім келеді. Өйткені бұның форманы қатты ұстағандықтан кішкене қолға да икемсіз болып көрінді мен үшін. Негізі осындай дублерин баска немесе пояс
тіккен жақсы деп ойлаймын, қаттырақ болу үшін. Ал корсетке все-таки көйлекке арналған, костюмдерге арналған средний плотностьтағы дублеринді қолданған дұрыс деп ойлаймын. Барлық детальдарды үтіктеп болғаннан кейін мен осы пройманы кішкене кеңейтіп жатырмын, 2 сантиметрге түсіріп, қазір қиып алып тастаймын. Дәл солай подкладка, одан кейін соған тігілетін артқы бөлігі пройманың, соның бәрін осымен сәйкес етіп қиып аламын. Ендігі кезекте біз корсетімізді бір-біріне жалғайтын боламыз, 1 сантиметр көлемде тігіп шығатын боламыз. Корсеттің негізгі матасын тіккендей подкладкамызды да дәл солай жалғап шығатын боламыз. Корсеттің детальдарын бір-біріне тігіп шықтым. Енді осы жерлерді жақсылап үтіктеп аламыз. Корсеттің артқы бөлігіне мен кнопка салмай, осындай воздушный петля жасадым. Петляларымыздың арасы арақашықтығы 1-2 сантиметрден болды. Осылай бір-бірін подкладка мен основной корсетті оңға қаратып тігіп шығамыз. Бір жанын, одан кейін астыңғы-үстіңгі бөліктерін оңға қаратып, осы видеодағыдай жақсылап бұрыштарын шығарып, түкпен басып шығатын боламыз. Түкпен басқаннан кейін әр тігісті оңға қаратқан тігісімізді 1 сантиметрге үтіктеп, ішке қаратып тігіп аламыз. Одан кейін астын, үстін барлық жан-жағын 0,5 мм көлемінде бастырып тігіп шығатын боламыз. Дублериніміз қатты болғандықтан кішкене оңға қарату жағы, бұрыштарын шығару жағы қиынырақ болды. Бірақ осы үтіктің көмегімен жақсылап бұрыш-бұрышын шығарып, тегеннің арқасында формасын дұрыстап алдым. Корсетіміз дайын болды. Артына осындай дайын шнурды өткізіп жатырмын петлялардан. Болмаса лентамен өткізуге де болады. Өте әдемі көрінеді. Артқы бөлігіне воздушный петля болмаса кнопка қолдансаңыздар болады. Болмаса осылай петля жасасаңыздар да болады. Тақия мен корсет осылай шықты. Сіздерге ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.